И барлықтарыңа сәлем достарым, мына машинада келмейтін кезде келіп ешек бас. Ешек бас. И барлықтар мына әдемі жерде істедің ше, ешек бас машина. Кетіңдеші бол. Жүріп кетші бол. Сен де кетіп қаш, ешек бас. Больше жүрші Вольга, ешек бас, бол. И барлықтарыңа сәлем достар, бұзума. И короче, бүгінгі видеода мен Онтикті өлтірудің бүкіл тәсілдерін айтатын боламын. Онтик, бұл видеоны көріп отырсаң, мені кешіде көрші. Енді достар, егер сіз бұл видеоны Доканца көрсеңіздер, сіз Онтикті қалай өлтіру керек екенін білетін боласыздар. Ал біз видеомызға қарай кеттік. Және де бұл видео просто для прикола түсірілген видео. Это вообще басынан түсінмеймін, короче, Онтикті қалай өлтіреді, просто мен бағанан бері маған машиналарды мешайт етіп отырсыз, тағы біреу келіп жатсыз. Ал біз видеомызға қарай кеттік. Ал бұл Онтикті қалай өлтірудің тәсілдері видео. А сейчас реклама. Бұл видео бастан бұрын мен сіздерге Жонидің каналын ұсынамын. Я прям нубик, я Жони нубас, я шынымен нубас. Короче, бүгінгі видеода мен осы каналды ұсынамын. Давайте хотя бы 30 подписчик қылып берейік. Вот өте керемет канал, я прям мен өзім тіркеліп қойған, барлық видеосын почти көрем. Я давайте мен сіздерге совет етемін, 30 подписчик жасайық. Я өте керемет видеолар шығады, ал біз видеомызға қарай кеттік өте. Ал және де мен сіздерге прям тірлі Майнкрафт, я кф дейді. Менің гильдиямда екен ғой. Мен емес, енді прям мен жүрген гильдияда екен. Давайте осы каналға кіріп, бұда неше подписчикка, давайте. Білем, 100 подписчик қылып берейік. Я білем, сіздер оны қылу екі талай, но бірақ та давайте тұтып көрейік. Бүкіл адамдарға таратып көрейік. Давайте, мен сіздерге сенемін. Жай ғана пустой қолмен. Жай ғана палкамен. Бірінші уровеннің мечмен. Екінші уровеннің мечмен. Үшінші уровеннің мечмен. Просто ағаш кеткамен. Бір тамақпен. Көп тамақпен. Трамплинмен, яғни батутпен. Нәскимен. Кроватын сындырып. Короче, осымен видеоролик аяқталды. Егер де сен дәл осы моменткенен көрсең, комментарияға Онтик деп жазып кет. Қорықпаңдар, өзім жауап берем. Енді Онтик рофл түсінетін бала. И ешқандай проблема болмайды деген ойдамын. Өйткені Онтик прям рофл түсінетін бала, тем более бір гильдиядамыз. Ал Онтик хэштег Онтик деп жазып кетіңдер, прям таңалып қалсын комментария оқығанда. Если сен Доканца көрсең, осы моменткенен көрсең, хэштег Онтик. Ал біз видеомызға қарай ойбай аяқтаймыз.